Саңырауқұлақ бұл өсімдікті тұтынуға қатысты ілкі заманда түрлі болжамдар жасалған. Мәселен, өнімнің жеуге жарамды және жарамсыз түрі болады. Сол уақытта кейбір адамдар жарамсыз түрін жеп уланған, оны жоғарыдан жіберілген жаза деп білген. Бүгінгі күні ғылым дамып, мамандар тайға таңба басқан етіп, саңырауқұлақтың улы мен усыздығын ажыратып берді. Алайда күні бүгінге дейін саңырауқұлақтан ұшыну деректері тіркеліп жатыр. Неліктен? Осы және саңырауқұлақтың пайдасы, зияны хақындағы түрлі сұраққа жауап іздейміз. Армысыздар, бұл тұтынушы таңдауы бағдарламасы және оның жүргізушісімен Нұридин Бидосов. Жер жаһанда саңырауқұлақтың 100 мыңдай түрі бар. Олардың арасында 150-і нақты жеуге жарамды деп сарапшылар айтып отыр. Бұл өсімдіктің дені ылғалды топырақта өседі. Сондықтан бұлар көктем және күз мезгілінде саңырауқұлаққа әуес адамдар орман даланы кезіп саңырауқұлақ тереді. Алайда соңғы жылдары қолда, яғни жылыжайда саңырауқұлақ өсіру мықтап қолға алына бастады. Когда я в школе грибоводства бесплатно обучаю людей, и первый вопрос, который задают мне ученики: кейбір азаматтар саңырауқұлақ өсірудің жолын үйретіңізші деп өтініш айтып келеді. Мен олардың бетін қайтармай, білгенімді айтамын. Барлық әдісін игерген соң олар маған саңырауқұлақты қайда сатамыз деген сұрақ қояды. Өнімдерің өтпей жатса, маған әкеліңдер, мен сатып аламын деймін. Бір қызығы, осы уақытқа дейін маған саңырауқұлақ сатқан адам жоқ. Өйткені қазіргі күні ұсыныстан сұраныс жоғары сияқты. Бұл үрдіс әлем бойынша байқалады. Мәселен, жаһанның 70 елінде қозықұйрық егу жолға қойылған. Одан жылына 140 миллиард доллар табыс түседі екен. Мұны ескерген біздің кәсіпкерлер де саңырауқұлақ егіп пайда тауып отыр. Честно скажу, что на сегодняшний день у нас, например, есть сеть. Шынымды айтсам, біздің өнімге қызығушылық танытып жатқандар баршылық. Мәселен, Ресейдің бірнеше аймағынан сұраныс бар. Олардың өздерінде орман бар. Саңырауқұлақ жеткілікті болғанымен, біздің дайын өнімді сатып алуға ынталы. Оның сыртында Біріккен Араб Әмірліктері елінен де сұраныс бар. Сондықтан бұл істі біз ілгерілетуге мүдделіміз. Мәселен, маманның айтуынша 1 шаршы метрден 50 келіге дейін саңырауқұлақ жинауға болады. Ал дәл сондай аумақтан 10 келі қызанақ немесе қияр теріп аласыз. Бағасына келер болсақ, жаз мезгілінде көкөністің құны шамамен 150 теңге болса, саңырауқұлақтың бір келісі 500 теңге. Когда я впервые вырастил грибы и принес на базар, ко мне подошел представитель и сказал: а где твой сертификат? Саңырауқұлақты өсіруді қолға алған кезде өнімді базарға шығардым. Сонда маған базардың жауапты мамандары келіп, өнімнің құжаты бар ма деп сұрақ қойды. Мен оларға қарсы сауал тастадым. Жаңадан терілген саңырауқұлаққа сертификат қажет деген қай жерде жазылған деп. Содан кейін менің саңырауқұлақ өсіретін жерімді денсаулық сақтау саласының мамандары келіп тексерді. Олар бақшамның барлық санитарлық талаптарға сай екеніне көз жеткізді. Бүгінде саңырауқұлақтан жасалатын тағамдар мен салаттарға сұраныс жоғары. Тіпті саңырауқұлақтан дайындалатын тағамдардың бағасы да ұшып тұр. Оның себебі бар десті дәрігерлер. Нақтырақ айтсақ, жеуге жарамды саңырауқұлақтардың ағзаға пайдасы мол. Селен деген өте жақсы минералдық зат бар. Және де бұл өте көп мөлшерде кездеседі басқа тағамдарға қараған кезде. Мысалы үшін селен жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуында өзінің пайдасы сонымен байланысты болады. Холестериннің мөлшерін азайтады қанның құрамында. Одан кейін диабетпен ауыратын адамдарға, мысалы үшін қанты жоғары болған кезде, жаңағы рационға анда-санда сол саңырауқұлақты кіргізетін болсақ, ол қанттың мөлшерін нормаға келеді екен. Пайдалы екен деп саңырауқұлақты таңдамай жеуге болмайды. Мәселен, денсаулық сақтау саласы мамандарының айтуынша, мейлінше базардан бұл өнімді сатып алмаған абзал. Өйткені ол саңырауқұлақтың қайдан терілгені белгісіз. Ал сатып алғыңыз келсе, ескі және шірген өсімдікке жоламаған дұрыс.
нарықта, базарда сатып алуға барса, жаңадан жиналған саңырауқұлақты алуға тырысу керек. Сыртынан қарасаңыз, оның түрі мысалы да қалпақшасы домалақтау, дөңес келген, әдемі, ешқандай бұзылмаған болу керек. Өзінің түбіртегімен бірге былай ұстап көрген кезде сондай тығыз, сондай серпінді, жаңағы саңырауқұлақтың түріне, типіне сәйкес өзінің иісі, түрі болу керек. Үйге әкелген соң саңырауқұлақты дұрыстап жуып тұтыну керек. Себебі өсімдік 90% судан тұрады десек, сәйкесінше бойына ауадағы және топырақтағы қажетсіз металдарды жинап алады. Жас саңырауқұлақ өзін жинағаннан кейін 5 градус температурада ұстасаңыз, 48 сағаттың ішінде оны қолдануға болады. Одан жоғары температура болса, мысалы 10 градусқа дейін сақтасаңыз, онда 6 сағат. Одан көп болса 4 сағаттың ішінде ол жас саңырауқұлақ жаңағы тазаланып, ары қарай қолдану керек негізінде. Саңырауқұлақ құрамында В, С, ПП, Д, йод, цинк, фосфор, кальций сынды дәрумендер мен минералдар бар. Ал ең пайдалысы, саңырауқұлақтардың құрамында май өте аз мөлшерде болады. Сондықтан бұл өсімдік адам ағзасындағы зиянды заттарды жоюға ықпал етеді. Саңырауқұлақтар негізінде судан тұрады. Сондықтан бұл өсімдік төмен калориялы. Осыны білетін кейбір адамдар саңырауқұлақты диеталық тағам деп есептейді. Расымен солай ма? Осы сұрақтың жауабын білу үшін біз медицина ғылымдарының кандидаты Мұрат Досыбаевқа барамыз. Мұрат Қырықбайұлы, әуелгі сұрақ мынадай. Өзіңіз саңырауқұлақ жейсіз бе? Енді бала күнімізден ауыл жерлерде өсті ғой, жаңбырдан кейін көп шығатын ақ саңырауқұлақтар. Оны бала күнімізден жегенбіз, және әлі күнге шейін жеймін, өйткені қазіргі кезде дүкендерде неше түрлі маринованный дейді, сол түрлері тұрады, соны алып пайдаланамыз, жейміз. Саңырауқұлақтың ағзаға пайдасы қандай? Енді саңырауқұлақтардың құрамында белоктар көп, микроэлемент, макроэлементтер өте көп, 18 түрлі амин қышқылдар дейді, солар бар. Сондықтан пайдасы өте жоғары. Оны орман еті деп атайды ғой, өйткені құрамында белок көп болғаннан кейін, ет сияқты, мұнда құрамында өте белоктар көп, сондықтан оны тұтынады көп жағдайда. Енді біздің қазақтарда аса әуестік болмаған ғой, енді саңырауқұлақ кейінгі уақыттарда жеп жатыр. Ал көптеген елдерде бұрыннан, орманды елдерде бұрыннан тұтынады. Саңырауқұлақты тұтынудың әдісі бар ма? Енді саңырауқұлақтардың жейтін ешқандай қорқпай жей беретін түрлері бар. Енді саңырауқұлақ жинайтын, өсіретін, дайындайтын адамдар біледі ғой. Өзі бір жеуге жарамды, ешқандай кедергісіз пайдалана беретін 5-6 түрі бар. Одан кейін жартылай жарамды деген, және улы деген түрлері болады. Ал бұнда жаңағы жеуге жарамды бізде өсетіні ақ саңырауқұлақтарда. Осы ақ саңырауқұлақтарды ешқандай кедергісіз, тек тазалап, шайып жеріп, сумен жей беруге болады. Ал жартылай улы дегендер бар. Оларды міндетті түрде бір рет суға қайнатып, суын төгіп салып, сосын барып пайдалану керек. Ал өте улы деген түрлер болады, оларды мүлдем жеуге болмайды, еш шатыстырып алуға болмайды. Саңырауқұлақты қай жастағы адамдар жиі тұтынған дұрыс? Ертеден тұтынатын елдерде балаларға да беріп жатады. Бірақ енді мен кішкентай балаларға беру керек деп айтпас едім, өйткені ол құрамы күрделі да, өйткені айттым, белоктар, амин қышқылдар көп, микроэлементтер пайдалысы пайдалы, бірақ кішкентай жас балаларға беруге болмайды. Мысалы, жүкті әйелдерге де көп әуес болуға болмайды деп жазылған. Сосын жаңағы бауыр ауыр, асқазан ішек жолдарының ауруы бар адамдарға да оны қолдануға болмайды. Саңырауқұлақтың азықтық қуаты жұмыртқа, ет, жеміс көкөністерден кем түспейді. Керісінше артықшылығы бар. Нақтырақ айтсақ, кептіргенде де, қуырғанда да пайдалы құрамын жоғалтпайды екен. Оның құрамында ақуыз бен көміртегі өте көп. Ақуыз өте жай қорытылады, сондықтан саңырауқұлақ жеген адам тоқ жүреді. Бұл тұста ескерген жөн, дені сау адамға пайдасы мол болса, асқазаны ауыратындарға керісінше зиянды болуы мүмкін. Саңырауқұлақты көп мөлшерде өзіңізге пайдалы қылдырып қолданғыңыз келетін болса, онда оны етпен және де картоппен бірге пайдаланбаған дұрыс. Себебі картоптағы крахмалдар ақуыздарды өздеріне сіңіріп алады, ақуыздар жойылып кетеді. Ал етпен бірге алатын болсаңыз, бұл асқазан жүйесіне өте ауыр болып келеді.
Сарапшылардың айтуынша, егерде саңырауқұлақ өз бойына уытты заттар жинаса, ол қуырғанда да, қайнатқанда да жойылмайды. Сондықтан зауыттардың, кәсіпорындардың және жолдың бойынан ешқашан саңырауқұлақ теруге болмайды. Анығында ондай өнім улануға әкеледі. Кері жағы эфир майларының жаңағы асқазан шек жолдарының жұмысын тітіркендіреді. Қатты қоздырып жібереді, ол онан сайын кейбір аурулардың өршуіне алып келуі мүмкін. Және бұл өнімдерді жеуге болмайтын адамдардың қатарына жаңағы балалардан басқа, асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдардан басқа ересек егде жастағы қарттарға болмайды. Өйткені оларда фермент жаңағы тамақты қорытатын, сіңіретін ферменттердің мөлшері азаяды, бұл өте ауыр тамақ ретінде қабылданады. Себебі саңырауқұлақ қызыл ет сияқты, кәдімгі ет сияқты ұзақ қорытылады. Мәселен, кейбір адамдар саңырауқұлақ жеп іші ауырып жатады. Ол әрине ұшыну болуы мүмкін. Алайда дәрігерлер кейбір адамдарға саңырауқұлақ жақпайды дегенді айтты. Саңырауқұлақ жақпайтын адамдар болады. Саңырауқұлақ жақпайтын адамдар, егер қалай саңырауқұлақты тұтынады солай адам ағзасынан шығып кететін болса, онда ол адамға саңырауқұлақ жақпайды деген сөз. Егер басқа ауру болмаса сол уақытта. Ол не деген сөз? Ол адамда ферментопатиялық жағдай, саңырауқұлақты қорытатын арнайы ферменттің, сөлдің болмауы. Яғни ондай адамдарға саңырауқұлақтан бас тартуға болады. Оның сыртында егде жастағы адамдардың кейде ойламаған жерден буын ауырады. Оны ауа райының салқын болғанынан немесе далада көп жүргеннен сыздады деп байлам жасай салады. Иә, мүмкін, бірақ саңырауқұлақ жегеннен де буын ауруы қозады екен. Буын ауыратын адамдарға болмайды. Мысалға подагра деген артрит сияқты аурулары бар адамдарға болмайды. Неге? Себебі бұл саңырауқұлақтардың құрамында пуриндік негіздер деп аталатын қосылыстар кері әсер етеді. Осы аурулардың қозуына алып келуі мүмкін. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен саңырауқұлақ жегеннен кейін түрлі аурулардың қозуы ықтимал. Сол себепті дүкенге барғанда міндетті түрде өнімнің құрамы мен сапасына жіті мән беріңіз. Кейде өзінің ісіне жауапсыз жаңағыдай таратушылар, өндірушілер өнімді өз қолынан жасаған құжатпен жібере салады. Егер де ол тіркелмеген, бірыңғай реестрде тіркелмеген болса, ол құжат дұрыс емес. Кей уақытта жаңағыдай бірге тіркелген құжаттардың уақыты өтіп кеткен болып есептеледі. Сол құжатпен де жүре береді. Сондықтан ұқыпты қарау керек құжаттарды. Иә, қазақ мұндайда сақтансаң сақтайды дейді. Сондықтан саңырауқұлақты, оның ішінде консервідегі өнімді қолданарда абай болған ләзім. Сарапшылар кейбір өңделген өсімдіктің өзі ұшынуға әкеледі деп отыр. Үй жағдайында консервіленген банкілерге жабылған саңырауқұлақтардан күмәндану керек. Неге? Өйткені үй жағдайында міндетті түрде кейбір жылулық өңдеулер сақталмауы мүмкін және тез бұзылуы мүмкін. Ол алып келеді жаңа консервінің бүлінуіне, кейін оны жеген адам улануға алып келуі мүмкін. Бейресми деректерге көз салсақ, дамыған елдерде әр адам жылына шамамен 2,5 келі саңырауқұлақ жейді екен. Ал біздің елдегі көрсеткіш 100 грамның айналасы. Неліктен қазақстандықтар бұл өсімдікті аз тұтынады? Осы сұрақтың жауабын бізге дәрігер Гүлнар Тұрдынова айтып берді. Саңырауқұлақты пайдалы тағамдар қатарына қоса аласыз ба? Саңырауқұлақтың құрамында витаминдер, дәрумендер кездеседі. А, С витамин, ПП витамин, Д витамин арасында кездесуі мүмкін. Сондықтан оның жаңағы иммунитетті нығайтуға өзінің себебін тигізеді екен. Саңырауқұлақтың құрамында пайдалы дәрумендер бар екені белгілі болды, алайда неліктен бұл өнімді адамдар жиі тұтынбайды? Өзіміздің жаңағы тұқым қуалауыш қасиетімізге байланысты осы саңырауқұлақтарды қорытатын ферменттер аз организмде. Сондықтан бұл тағамды біз жиі тұтынбау керекпіз. Көбісі аптасына 1-2 мезгіл тұтынған дұрыс болады. Және де оның құрамында хитин деген бір зат бар.
өз табиғаттан сондай зат. Ол жаңағы сол саңырауқұлақты кішкене қорытылуына сондай бір салмақ түсіретін зат болып келеді. Сондықтан енді бұны жиі тұтынып күнделікті рационда болатын тағам емес. Балаларға саңырауқұлақ беруге болады ма? Балаларға келетін болсақ, әрине кішкентай балаларға, 5-ке толмаған балаларға саңырауқұлақтарды жаңағы рационға енгізуге біз ұсыныс бермейміз. Себебі жаңа айтып кеттім, ең басты сол құрамында хитин бар дейміз, баланың ағзасында осы саңырауқұлақтарды қорытатын ферменттер әлі қалыптаспаған. Сондықтан ауруға түседі, ол қорытылмайды. Жай айтатын болсақ, ағзада қорытылмайтын бір тағам болып келеді. Неліктен кейбір адамдар саңырауқұлақ жеп уланып жатады? Ол өсімдікті дұрыс өңдемегеннен болады ма, әлде зиянды саңырауқұлақты тұтынғаннан ба? Кейбіреуі білмегендіктен шартты жарамды саңырауқұлақтардан алып бірден көже жасайды. Сол көжеде, сол отварда, оның сорпасында көптеген токсикалық заттар болады. Содан уланып жатады адамдар. Соны айтам, ең басты осы саңырауқұлақтарды тұтынған кезде әрине осы саңырауқұлақтар туралы білімдері жақсы болу керек. Мәселен, саңырауқұлақтар бір-біріне өте қатты ұқсас болып келеді. Сол себепті орманға барғанда кейбір адамдар жарамдының орнына улы өсімдікті жұлып алады. Әрине, ондай саңырауқұлақ улануға себеп болады. Тамақтың жаңа микробсыз улануы бойынша осы саңырауқұлақтар тамақтан улануға әкелетін өсімдіктердің ең бастысы болып табылады. Бұл қай жағдайда? Көбіне саңырауқұлақты жаңа дұрыс жумайды қолданады. Дұрыс жумайды, залалсыздандырмайды. Және консервілеген кезде қышқылын аз қосады. Сондай-ақ герметикалық ыдысқа жабады. Герметикалық ыдыс кислородтың түспеуі жаңағы ботулизмнің қоздырғышының дамуына ең бірінші жақсы жағдай жасайды. Ботулизм бұл уланудың қауіпті түрі. Мысалы, саңырауқұлақтан уланған адам алғашында сезбеуі мүмкін. Басы айналып, жүрек айни бастайды. Содан кейін басылып қалады. Әлбетте, ауру белгілері жойылса, бірден жай бас ауырған шығар деп ескермейміз. Бірақ 10 сағаттан кейін де қайта өршуі мүмкін. Егерде саңырауқұлақ жеп, өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, міндетті түрде тиісті шараларды қолға алыңыз. Ботулизм айтып тұрған қалай басталады? Сілекейдің көп ағуы, адамда қосарланып көрінуі, дауыстың өзгеруі, бірте-бірте дауыс қарлығып жоғала бастайды. Адамның басы айналып, лоқсып, құсқысы келеді. Кейін ол адам өзінің жағдайын тіптен түсіндіріп айтуға да жетпейтін жағдайға келеді. Сондай кезде, егер күмән туатын болса, әрине ең бірінші көмек тез жедел жәрдем шақыру немесе ауруханаға жеткізу. Оның бір ғана жолы бар, ауруханада егер әрине жеткізіп үлгерсе, арнайы өзінің емі болады. Саңырауқұлақтан уланған кезде дер кезінде емделу әлде қайда пайдалы. Мәселен, дәрігерлердің айтуынша, жедел жәрдем келгенше ұшынған адамның асқазаны мен ішегін тазалау керек. Асқазанды жылы сумен, ас содасы немесе марганцовка калий ерітіндісімен шаю ұсынылады. Ішекті тазалау үшін кастор майы немесе ащы тұз қолданылады. Толық тазарту үшін клизма жасауға да болады. Осылайша, асқазан ішек жолдарын дәрігердің нұсқауымен тазалаған дұрыс. Оның сыртында уланған адам жатқан бөлменің терезесі ашық болған абзал. Ауа айналымы да ұшынымен күресте өзінің пайдасын тигізеді. Құсып тазаладыңыз ғой, содан кейін ол бірінші процесс, а потом уже тағы да су ішіп отыру керек. Балалар болса, онда балаларға мысалы салмағына байланысты, мысалы 15 килограмм бала если весить етсе, оны әр килограммға 80 миллиграмм су түсу керек. Сондай мөлшерде су ішу керек. Яғни осының бәрін ата-ана или сол үйдің иесі соны біліп, осы шарттарды сақтаса, адамның өмірінің сақталып қалады біріншіден. Ары қарай басқа бауыр, жүрек деген секілді орта жаңа нерв жүйесіне әсері аз болады. Дәріханаларда ұшынуға қарсы түрлі ерітінділер бар. Соны нұсқаулығына қарап қолдануға болады. Үй жағдайында кейде ерітінді болмай жатады, онда үй жағдайында сол ерітінді өзіңіз жасауға болады. Яғни 1 литр қайнатылған суға, енді жылытылған, оған 2 ас қасық қант салады, жарты чай қасық тұз салып,
дұрыстап араластырып, соны 5 минут сайын бір қасықтан беріп, жиі беріп отыру керек. Яғни, кеткен судың орнын басу керек. Дәрігерлердің айтуынша, бұл қадам тек қауіптің бетін сейілтеді. Мәселен, қолдан ем жасап, болды, жазылып кетті деп ұйғарым жасауға болмайды. Міндетті түрде жедел жәрдем шақырып, дәрігерге қаралған дұрыс. Жалпы балалармен улы өсімдіктер, улы саңырауқұлақтар өсетін жерлерге шықпаған дұрыс. Өйткені оларды қадағалау өте қиын, олар байқамай аузына салып жібереді. Олардың уытты заттары ең ауырлығы бірден жүйке жүйесінің параличін шақырады. Жүйке жүйесінің параличі ол мынау тыныс алуды бірден тоқтатуға алып келеді, сондықтан кейбір жағдайда тіптен ауруханаға да жеткізіп үлгере алмайды. Саңырауқұлақтың әсіресе көктемде саудасы қызады. Сол кезде терілген өсімдікті көпшілік таза балғын деп біледі. Дәл солай ойлағандардың бірі Нағима Дүйсенбаева. Ол көшеден саңырауқұлақ сатып алып, түсте тағам жасаған. Соны кешке қызы екеуі жегеннен кейін өздерін жайсыз сезіне бастаған. Анам дәрігер болғандықтан бірден сол кісіге қоңырау шалдым. Болған мән-жайды түсіндіріп бердім. Ол кісі дәрілер жазып берді. Сол дәрілерді ішіп, қазір Аллаға шүкір жақсымыз. Бірақ дегенмен де саңырауқұлақты сақтанып жейміз. Сақтанғанда да қуырылған сәтте бірден жеп бітіруге тырысамыз. Болмаса тоңазытқышқа беті жабық ыдыстарға салып қоямыз. Дәл осындай саңырауқұлақтан улану деректері жылда тіркеліп тұрады. Мәселен, өткен жылы 3 адам ұшынса, биыл 7 адам саңырауқұлақ жеп уланған. Айта кету керек, зардап шеккендер өнімді базардан алған және консервідегі саңырауқұлақты тұтынған. Базарда тұрған жеке тұлғалар заңды тұлға болсын, орнықсыз болады. Бір айға ғана алады, жаңағыдай 10 күнге алады. Кейбірлері бір күнге ғана сол жер сататын орнын сатып алады, арендаға алады. Сондықтан оны егерде қорытындысы бойынша, зертхана қорытындысы бойынша оған қандайда бір сәйкестік бойынша шара қолдану үшін барғанда ол кісіні таба алмай қаламыз. Сондықтан базардан саңырауқұлақты сатып алмаған дұрыс дейді мамандар, ал сауда орындарындағы өнімдер жіті тексеріліп тұрады. Саңырауқұлақтар Евразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттер талаптарына тексеріледі. Соның ішінде микробиологиялық көрсеткіштерге, санитарлық химиялық көрсеткіштерге, органолептикалық түріне, маркировкасын таңбалануына тексеріледі. Санитарлық химиялық тексеру бойынша жаңағыдай түр-түсіне мән беріледі органолептикалық, содан кейін оның ауыр металдардың тұздарына тексеріледі. Сонымен қатар радиоактивтік көрсеткіштерге тексеріледі. Базардан емес, сауда орындарынан 2 түрлі саңырауқұлақты сатып алып, зертханаға апардық. Ұлттық сараптама орталығының мамандары өнімді бірден тексеруге көшті. Өсімдік шикізаттардың ішінде саңырауқұлақтың құрамында ауыр металдарды анықтау, жоғарғы технологиялық зерттеулер, оның ішінде хроматографпен анықтау жүргізіледі. Саңырауқұлақта ауыр металдар концентрациясы шектеулі, оның нақты мөлшері бізде жоспарлы түрде анықталады. Осы жылы саңырауқұлақ үлгілерін зерттеу кезінде концентрациясы жоғары өнімдер анықталған жоқ. Біз апарған отандық өнімнің құрамынан зиянды ауыр металдар табылмады. Алайда сауда орындарында тұрған саңырауқұлақтардың дені шетелден келеді. Неліктен оны тексермеген деп отырған боларсыз. Ондай өнімдерді мамандар зерттеп көрген. Ресей мемлекетінен көп, жаңағыдай басқа шет мемлекеттерден келіп жатқан өнімдер. Ал консервіленген түрлерінің көп түрлері де сол шет мемлекеттен келген өнімдер. Бұл консервіленген саңырауқұлақтардың барлығы жаңағы техникалық регламенттер талаптарының барлық көрсеткіштеріне тексеріледі. Тексеру бойынша
кейбір кездері таңбалану бойынша ғана сәйкес еместік табылды. Мамандардың айтуынша, жеуге жарамды саңырауқұлақты ажырата алмаған жағдайда оны жинаудың қажеті жоқ. Оның сыртында 14 жасқа дейінгі балаларға саңырауқұлақ қосылған тамақты қолдану ұсынылмайды. Өйткені олардың ағзаларында саңырауқұлақ құрамындағы ақуызды қорыту үшін ферменттер жеткіліксіз. Сондай-ақ денсаулығы нашар, әсіресе ас қорыту жүйесі ауруымен ауыратын адамдарға саңырауқұлақты қолданбаған дұрыс.